Сәлем достар, біз бүгін сіздермен ең жиі кездесетін іш қату туралы талқылайтын боламыз. Осы видеоны көргеннен кейін сізде мүлдем іш қату болмайды. Ең алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Іш қату дегеніміз бұл 3 күн немесе одан да көп күндер аралығында үлкен дәретке бара алмау, осы іш қату деп аталады. Оған алып келетін себептер: ішіп жүрген дәрі-дәрмектеріңіздің жанама әсерлері болуы мүмкін, суды өте аз тұтыну, немесе тамақ рационының дұрыс болмауы, немесе физикалық белсенділіктің төмен болуы мүмкін. Ең алдымен сіздерге берілетін кеңестердің біріншісі бұл су ішу. Суды ішкен кезде сіз күнделікті таңертең аш қарынға 2 бокал су ішу қажетсіз. Ол ішектердің перистальтикасын жақсартып, сіздің ішкен тамақтарыңызды жақсы қорытылуына ішектерді дайындап отыратын болады. Суды ішкен кезде 1-1,5-2 литр су ішпеңіздер. Егер сіз суды аз тұтынатын болсаңыз, онда күнделікті аз-аздан судың рационын көбейтіп отырыңыздар. Мысалы, бірінші аптада 1 литр су ішіңіз, екінші аптада 1,25, үшінші аптада 1,5 литрге көтеріп, осылайша 1,5-2 литр суды ішетін боласыз. Және ескертетін жайт, судың 70%-ін күндізгі уақытта, ал 30%-ын кешкі 7-ге дейін ішіңіздер. Кешкі 7-ден кейін суды ішпеген дұрыс, өйткені ол бүйректің жұмысына қиындық туғызады. Сіздерге беретін екінші кеңесіміз бұл қызылша. Қызылшаны шикідей де және піскен күйінде де жесеңіздер болады. Оны үккіштен өткізіп, немесе блендерге салып езіп жесеңіздер де болады. Бұл да астың жақсы қорытылуына өз септігін тигізеді. Үшінші кеңес: тәтті тағамдарды қабылдаған кезде олар ішекте толық қорытылмайды, себебі олардың құрамында глютен бар. Глютеннің қазақша аудармасы жабысқақ клей деген мағынаны білдіреді. Ол ішектердің бүрлеріне жабысып, тамақтың қорытылмай қалуына және сіздегі запордың пайда болуына бірден-бір алып келетін себеп. Төртінші кеңес бұл клетчатка. Клетчатканы сіз аптекадан сатып алсаңыз болады. 1 бокал суға таңертең аш қарынға 1 ас қасық клетчатканы қосып, жақсылап араластырып, соны аш қарынға ішесіз. Осыны сіз 14-15 күн, яғни 2 аптаның жобасында жасайтын болсаңыз, сіздің ішектеріңіздің перистальтикасы жақсарып, ас қорыту жолдарыңыздағы проблемадан құтылатын боласыз. Тағы бір кеңесіміз бұл қара өрік немесе сары өрік, кептірілген өріктерді тұтыну. Кептірілген өріктерден компот жасап, морс қылып ішуге де болады. Яғни тамақ рационына осы кепкен қара немесе сары өріктерді қосу. Тағы бір сіздерге айтатын бір кеңес бұл айран. Айранды домашний болғаны тіптен жақсы. Осы айранды күнделікті тамақ рационына қосатын болсаңыз, сізде мүлдем іш қату проблемасы болмайды. Егер ішіңіз мүлдем жүрмей 1 апталап іш қату болатын болса, онда 1 бокал айранға 1 шай қасық зәйтүн майын қосып, жақсылап араластырып, осыны ішетін болсаңыз, ол сіздің ішегіңізді жарты күннің ішінде тазалайтын болады. Мүмкіндігінше бұл тәсілді сыртқа шығатын кезде жасамаңыз. Үйде кезде жасаңыз, сыртқа шығатын кезде жасасаңыз, ыңғайсыздық туындауы мүмкін. Және ең соңғы, ең маңызды және өте ерекше, өте пайдалы кеңесімнің бірі бұл сары су. Сары суды сіз айраннан сүзу арқылы аласыз. Осы сары су сіздің асқазан, ішек жолдарыңыздың толықтай глютендерден тазалайтын бірден-бір тәсіл. Егер сары суды тамақ рационына қосатын болсаңыз, сізде мүлдем іш қату болмайды. Және сары су құрамы бойынша коллаген талшықтарына өте бай. Ал әрбір коллаген әрбір әйел адамға өте қажетті зат. Біздің терімізде 25 жастан кейін мүлдем коллагендер түзілмейді. Ал сары су осы коллагеннің қайнар көзі. Сары суды ішу арқылы сіз әрі теріңізді әжімдерден сақтай аласыз, әрі іш қату проблемасынан құтылып, ішектеріңіздің перистальтикасын жақсарта аласыздар. Сіздермен бірге болған Гүлбану Ғаниқызы. Келесі видеода кездескенше, егер видео ұнаған болса, видеоға лайк басып кетіңіздер.